Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Гаухар кезекті рецебімді назарларыңызға ұсынамын. Бүгін біз осындай жолақтары бар, көзге ерекше көрінетін, тәбетті ашатын құймақтарды жасайтын боламыз. Рецепт ұнап жатса достар, лайк басып, видеоны міндетті түрде соңына дейін қараймыз. Алдымен барлық ингредиенттерімізді жақсылатып араластырып аламыз. Описание бөлімінде құрамы жазулы тұр. Шамамен бір 7-8 құймақ шығады. Егер де көп болғанын қаласаңыздар, құрамын 2 есеге көбейтіп, 2-ге көбейтіп, солай жасасаңыздар болады. Одан кейін бір ыдысқа сәл ғана біздің құймағымызды құямыз. Оған какаоны қосып, қасықтың көмегімен какаомыз езілгенше жақсылап араластырамыз. Венчикпен де араластырсаңыздар болады достар. Мінеге какаомыз бізде жақсылап араласып, езілуі қажет. Бізде осындай қоңыр түсті шоколадный масса пайда болады. Енді оны арнайы осындай кондитер қапшығына, пакетіне салып құямыз. Одан кейін бірінші осылай табамызды қыздырып аламыз. Мен бірінші пісірген кезде міндетті түрде сұйық майды сәл ғана жағамын. Сосын осылай барлығын құямыз. Біздің начинкамыз сәл қатайғаннан кейін барып, біздің келесі ақ массамызды құямыз. Ал егерде қыздар сіздер бірден ақ массаны құятын болсаңыздар, онда біздің жолақтарымызбен ақ масса араласып кетеді. Сол себепті бірінші қоңыр массамызды сәл пісіріп аламыз, одан кейін ақ массасын құятын боламыз. Егер табаңызға құймақтарыңыз жабысып қалатын болса, онда әр құймақ жасаған сайын табаңызды міндетті түрде майлап тұрыңыздар. Мінеке біздің құймағымыз дайын, енді оны әдемілеп орайтын боламыз. Видеода мен бірінші рет жасап тұрмын бұл рецептпен, бірақ та өте дәмді болып шықты. Керісінше қара жолақтармен жасаған маған ыңғайлы болды, өйткені жабысып қалмайды және де тез алынатын болады. Рецепт ұнап жатса қыздар, лайк басып каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Алдағы уақытта тағы да неше түрлі оңай рецепттермен бөлісетін боламын. Сонымен қатар каналымда тағы да басқа қандай рецепттермен бөліскенімді қалайсыздар, комментарияға жаза кетсеңіздер, сіздердің сұраныстарыңызды міндетті түрде орындауға тырысамын. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.